Ассалаумағалейкум достар, қалайсыңыз? Мен Субадияс, біз сіздерге қалай Майнкрафтта дейтін, менің Майнкрафтыма, яғни фото лаунчерге қалай мод жазу керегін айтатын боламын. Сіздер 200 подписчикке жеткізсеңіздер, сол кезде айтамын деген болатын, және осы подписчик маған қайта қоймаған болатын. И біз бүгін осы үшін айтқанда сіздердің мен өзім уәдемде тұрып, соны қазір бүгін сіздерге көрсететін боламын. Давайте 300 подписчикке жеткен кезде қалай серверлерге кіру керегін бәрін айтатын боламыз. Сіздер видео басылмастан ана жазып, лайк басқан, тіркеліп, анама жазып, тезірек қазақ контентін қолдап, 300 подписчиктен 1000 подписчикке шейін добыть етіп тұрсақ. Я достар, и біз қазір бірінші затқа кеттік. Ең алдымен айтатын зат, бұл нені, яғни осы Майнкрафтты модта жазудың екі тәсіл бар. Бірінші ол қолданба арқылы және Майнкрафттың өзі арқылы. Бұл өте оңай. Біріншіден Майнкрафтқа кіресіз және осы жерден осындай дейтін қазір осы затты басасыз және Manage мод деген бот дәл осы жерде. Сіздерде міне мынандай мод жоқ болып тұрады. Сіздерде вообще мод болмай тұрады. Сол кезде сіздер осы жерден add mods деп тұрады. Соны басасыз және астына түсіп өзіңіздің модыңыздың атын жаттап аласыз. Мысалы менің модым мына жақтарда. Қазір мен ол модты қосып алайын, қазір так. Менің мод так, мынаны қоса салайын. Короче, мынаны ауыстырсайын. И міне фурниктур мод деп тұр. Мен осыны қостым. И мен дейтін енді қалай кіресің, қалай оны қосасың десеңдер, енді мен дейтін дайте енді сіздер қай жерде мод жазасың деген сұраққа жауап берейін. Короче, Google-ға кіресіздер де, сол мен кірдім. Енді осы жерге дәл осылайынан жазып шығасыз. Minecraft PK mod 1.12, яғни 22 деген, короче, 1.2 версиясына жетесіздер және осы жерден өзіңіз любой модты тауып алып, өшін скажет ете бересіз. Мысалы, оны қалай скажет етсеңіздер, короче, ол модты скажет болған соң, бірінші любой модыңыз таңдап аласыз. Мен мысалы мынандай бір модты таңдап алдым. Короче, Varit Common Turtle. Мен бұл модты қоспаймын. Мен жай ғана сіздерге қалай етеді дегенді айтып жатырмын. Бұны мен қосылпаймын или қосып көрсетіп көремін қазір. Короче, екеуін де істеп көрем. Бірінші өшім қалай скачет ету керегін сіздерге көрсетіп. Енді сіздер айтып жатқан шығарсыздар маған. Сосын ол жерде басасыз. Біле, осы жерде өзіңіздің версияңызға сай өзіңізді. Мысалы, мен 1.12-де ойдым. Сіздер мысалы 1.16-5-де ойдасаңыздар, немесе 1.7-де 1-де ойдап жүрсеңіздер, немесе 1.7-де 10-да ойдасаңыздар, өзіңіз дейтін любой несі аласыздар да. Короче, Varit осы жерде тұрады. 1.12 бүйтіп тұрады. Короче, соны басасыз. 1.12 деп тұрады. Болды, басасыз. Болды. И сіздерде осы бот дейтін жетесіз. Бірақ айтып қояйын. Егер де осы фото лаунчерді iPhone-ға жазылғыңыз келсе, бұл лаунчер iPhone-ға мүлдем жазылмайды. iPhone-ға мүлдем жазылмайсыз. Білмеймін, не үшін? Себебі білмеймін. Короче, мен iPhone болды, мен дейді оны жазып көргім келді, бірақ мен жазылмадым. Білмедім. Сол кезде мен оған шейдер қосам, мод қосам, ахахаха деп қуанған болатым. Бірақ қазір видеолар түсірем деп, бірақ олай болмады. Сондай бір минусы бар. Егер iPhone-мен ойнағыларыңыз кіре алмай жүрсеңіздер, оған сұрақ болып жүрсе, осындай бір себеп бар. И біз дейтін міне модымыз жазылды, дәл осылай істейсіздер де болды. Енді сіздердің модтарыңыз мына жерде болады. Мен оны әшейін көрсетпей қойын. Короче, бағанағыдай ол дейтін мына осы затқа түседі, оны ат модқа кіріп, оның атын мына жерде іздеп аласыздар. Даналықтан міне тұр, міне бағанағы мод и болды. Ал енді қазір мод қосылды ба, сонда тексеретін боламыз. Оғадай келіп қалыптық Майнкрафттың. Енді сіздер айтып отқан шығарсыз. Диас модтың қосылмаған қалай білуге болады? Бізде мына жерде көріп тұрсыздар, Minecraft 1.12 MP Powered by Ford Optifine 1.12 осыны нершат. Мына 5 мод істеп тұр. Бұл мод қосылып деген сөз. Бұл бізде бір мод, яғни бір модта, мысалы бір-ақ неде тұрса, ол 5 мод, бір мод болып саналады. Ал ол 6 немесе көп кадрдан тұр, яғни неден тұрса, неше түріне оружияға бөлініп тұрса, онда ол 7 мод, 8 мод деп тұрады.
егер мод қосылмаған жағдайда ол жерде 4 мод істеп тұрады. Себебі міне 1, 2, 3, 4 бұл Майнкрафттың заттары, ал бұл біздің модымыз. Бұның аты MR Graphics Furniture мод. Мен бұл модқа обзор түсіргем, сол жерден скачать ете алсаңыздар болады. Ссылкасы описанияда сол видеоның. Менің видеомда қарайсыздар. Енді Диас оны қалай қосылғанын енді қазір қосылды ма, қосылмады ма қазір тексереміз. Ал önce біз немізге кеттік. Мирімізға кеттік. Так, мирімізға да келіп жеттік деп 3 рет пе 2 рет пе айттым. Кешірім сұраймын, себебі запись жасалмады ма деп ойлап қалдым. Енді сіздер айтып отқан шығарсыздар. Диас, енді оны қалаяқтан білеміз. Мысалы, Е дегенді басқа E кнопкасын басқан кезде, міне мына жерде 2 осындай стрелка тұрады. Бұл артқа және мына стрелканы басқан кезде сіздің модтарыңыз мына жерде тұр. Мен бірақ қана мод, менде сіздер 2 мод, 3 мод бәрін қосыласыздар. Қанша мод скачать еткілеңіздер, қанша мод көтереді сіздің телефоныңызды, солай скачать етесіз. Міне ішінде заттар бар. Көріп тұрсыздар ма, бұның бәрі жасайды. Уайымдамаңыздар, кешірім сұраймын. Так, міне мынаның бәрі істейді. Мына жастық бар. Менің модым, мұны білесіздер. Так, міне мынаған суды бетет қоя аласыздар. Болды достар. Кайф па достар? Достар, кайф. Бұл дейтін өте кайф. Кайфтың кайфы достар. Бұл мод дейтін. Сіздерге ұнады деген қалай скачать етілгені бірінші тәсілін көрсеттім. Енді біз қазір екінші тәсілге кететін боламыз. Так, екінші тәсіл бұл бір программа арқылы. Бұны қалай сонда программа арқылы деп сұрап тұрсаңыздар, бұл программа арқылы сіздер, Play Marketке кіресіздер де, осы жерге тура осылай жазасыз. Осылай жазған кезде сізге мына жерден осындай жасыл түсті. Кешірім сұраймын. Ауырып отырмыздар. Сол үшін кеше бағанарда шығармадым. Так, Зарчивер деп осылай шығып тұрады. Сіздер енді бұны кіресіздер де. Зарчиверге кірген кезде сіздерде қазір мен қалай болып тұратынын көрсетемін. Кірген кезде бірдеңе сіздер өткізесіздер, мынау бірдеңе. Сосын сіздерде settings деген жерде file list, hidden files деп тұрады. Бұны сіздер бүйтіп өшіп тұрады, ал сіз оны қосып қоясыз. Сіздерге дейтін, мен дейтін, міне осы жерден любой модыңызды аласыз. Мысалы мен бағана модты аламын да, осыны мен қалай скачетім. Бірінші айтайын, егер сіз ешқандай Майнкрафтқа мод, ешқандай оффлайн аккаунт ашпай, немесе мир ойнамай, ештеңе істемеген болсаңыз, және файл лист деген бағана кнопка өшікті қоспасаңыз, бұл жерде официалда Майнкрафт деген сөзді шығады, бірақ мына жерде ештеңе шықпайды. Модс деген сөз мүлдем көрмейсіз. Сондықтан да соны ескере жүріңіз. Сіз енді модс дегенге кіріп, лақтырасыз. Варит коммодитилнес, мен алшыдан қиын оқу. Мен оны өшіре салайын. Міне, мен оны лақтырдым. Енді қазір біз оны тексеретін боламыз. Тексермей жатып айтайын. Егер Зарчиверге кіре алмаймын, мынау басы түсінбедім, ой деп түсінбей жатсаңыздар, бүйтесіздер. Мен қазір сіздерге дейтін жатын тазартып көрсетеді. Сіз Зарчиверді асқан кезде осындай сөздер шығады, сіз рұқсат беру, окты басасыз. Болды. Сосын сізді нәже сеттингсте, файл листте мынау өшік тұрады, соны қосып қоясыз. Болды достар, болды. Все, міне бәрі менде сақталып тұр. Көріп тұрсыздар ма? Осылай қосасыздар. Болды достар. Ал енді қазір біз модымыз қосылды ма, қосылмады ма тексеретін боламыз. Ал енді біз менюмызға кеттік. Мен дейтін модты, міне менюға біз келдік. Енді міне модста, міне біздің модымыз тұр достар. Міне тұр, көрдіңіздер ме? Енді біз қазір мирға кіретін боламыз. Қазір мирда кездесеміз. Достар, мен Майнкрафтқа кірдім. Міне, мен қайта басам. Міне, слойлар, міне мод, міне. Бұл мод таныс болсаңыздар, бұл айшоқпен дейтіндердің қолданатын моды. Если еще, болды. В общем, сіздерге бүгінгі видеода мен айттым. Достар. Енді видеоның соңына қарай қазір. Видеоның соңында. В общем, біз көріп тұрсыздар, достар. Міне осындай болып тұрады. Мен сіздерге бүгін 2 тәсілді айттым. Біздің видеомыздың да аяқталуына сәл қалыпты. Біз дейтін уже видеомыз аяқталуына да келіп қаптық. Достар,
біз бүгінгі видеода сіздерге қалай көптен күтіп жүрген қалай мод жазады деген видеомызға дейтін сіздің көптен күтіп жүрген сұрағыңызға жауап беріп сізге осы арнайы видеоны шығарған болатынмын. Және Тайрекс, атын дұрыс айтпасам кешір. Короче, саған анап осыны видеоны түсірдім, себебі сен қайта-қайта жаза бердің. Подписчигімді угачать етіп, мен дейтін, угачать етіп, подписчигің айтқанын орындап, мен бүгін сонда түсірдім. Мен сіздерге уәде берген болатынмын, 200 подписчиге жеткенде айтамын деп. Содан тұрдым уәдемде. Енді достар, 300 подписчиге жеткен кезде мен дейтін, айтқанда қалай серверлерге кіру керегін айтатын боламын. Ешқандай ютубер оны қазақ ютубында ешкім түсірген жоқ. Достар, біздің осымен видеомыздың қорытындысы. Мен сіздерге бәрін айттым. Өзіңіз білмесеңіз, осы пікірге жазып кетіңіз. Мен смело жауап берем. Сіздермен болған мен Суадияс. Пока-пока. Чао.